Жылдам хабарнама. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауда және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Зейнетақы жинағының 2023 жылға белгіленген ең төменгі жеткілікті шегі жарияланды. Жаңа жеткілікті шек 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданылады. 2023 жылға белгіленген жеткілікті шек жасау мөлшеріне байланысты 3-тен 10 миллион теңгеге дейін соманы құрайды. Толығырақ сайтымыздан оқи аласыз. Бізді тамашалауда жалғастырыңыз. Жылдам хабарнама. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауда және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Алматы мектебінде жарылған батареяның видеосы тарап жатыр. Әлеуметтік желілерде оқиға гимназиялардың бірінде болғаны жазылып жатыр. Сабақ кезінде батарея жарылған. Ақпарат көзінің айтуынша күйіп қалған оқушылар бар. Ал мұғалім ол кезде асханада болған, деп жазады Қумаш. Бізді тамашалауда жалғастырыңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауда және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Жаңғызға дөңгелекпен жүрген айыппұл арқалайды. 1 желтоқсаннан бастап жолға жазғы дөңгелекпен жүргендерге тыйым салынады. Ереже бұзғандар әкімшілік кодексінің 590 бабы 5 бөлімі бойынша 5 АЕК 2022 жыл 15.315 теңге көлемінде айыппұл төлейді. Бізді тамашалауда жалғастырыңыз.